Аспаннан тас түсті ме десем, адам ғой. Тура менің алдыма шатырдан құлап түсті. Ей, сен тірісің бе өзің? Тоқта. Достар, мынаның киіміне қараңдаршы. Үсті көк, артында қызыл плашы бар, кеудесінде S деген әріп тұр. Мынау кәдімгі Супермен бейне. Ей, Супермен, саған не болған? Шатырдан неге секіріп жүрсің, ұша алмайсың ба не? Сен өте әдемсің. Мен саған бір көргеннен ғашық болып қалдым. Тоқта. Маған неге бұлай жақын келіп тұрсың? Чатқа не деп жазып кеттің? Ойбай, достар, мына Супермен маған шынымен ғашық болып қалған ба не? Нағыз шок. Сонымен сен шынымен маған ғашық болдың ба? Маған өзіңнің супер күшіңді көрсетіп, мені таңғалдырғың келіп тұрма? Жарайды, қане, аспанға ұшып көрсетші, мен сенің қалай ұшатыныңды көргім келеді. Көрсет қане. Қазір көресің. Мен ең биікке ұшамын. 3, 2, 1. Кеттік. Ха. Ей, Супермен, сен неге бақа сияқты секіріп жүрсің? Түсіндім. Сен Брукхейвенде ұшуға болмайтынын ұмытып кеттің бе? Бұл жерде ешқандай супер күш жұмыс істемейді. Сен қазір кәдімгі ұша алмайтын, қарапайым нубик сияқтысың ғой. Ха. Неге ұша алмаймын? Менің супер күшім қайда кеткен? Мүмкін емес. Жарайды, ренжіме. Ұша алмасаң да, маған қандай көмегің бар? Тез, анау балалар алаңына қарай жүгірейік, жүр артымнан. Мен бәрібір ұшамын. Мына жерден секіріп, ғарышқа ұшып кетемін, қара. Ей, Супермен, неге жүгіріп кеттің? Әлі де ұша алмайтынына сенбей тұрсың ба? Тоқта, мына батутқа неге шығып алдың? Сен не, батут арқылы аспанға ұшпақшысың ба? Ха. Ойбай, тағы құлап қалдың ғой. Ай, Супермен, ай, батутпен де ұша алмайсың. Мен саған айттым ғой, бұл Брукхейвен, мұнда ешқандай супер секіріс жұмыс істемейді. Босқа әуре болмашы, менің күлкімді келтірмей. Ойбуй, басым ай. Батут та көмектеспеді. Бірақ менің басқа күшім бар. Жүгіруден мен ең жылдамын. Қане, жарысайық. Не? Ұша алмасаң да, сенің супер жылдамдығың бар ма? Флэш сияқты немесе зымыран сияқты тез жүгіре аласың ба? Жарайды, сенің соңғы күшіңді тексерейік. Анау тұрған үлкен ағашқа дейін жаяу жарысамыз. Кім бірінші жетеді екен? Мен қазір желден де тез жүгіремін. Сен мені қуып жете алмайсың, қарада тұр. Дайынсың ба? 1, 2, 3, кеттік. Ей, Супермен, сен неге артта қалып қойдың? Мынау не қылған супер жылдамдық? Сен кәдімгі нубик сияқты өте баяу жүгіресің ғой. Уфа, шаршап кеттім. Неге менің жылдамдығым жоқ? Бұл қалай болғаны? Су беріңізші. Ха, демің бітіп қалды ма? Саған шынымен су керек сияқты. Болды, жүгірмей-ақ қойшы, ұят болды бәрі. Жарайды, жүр, менің үйіме барып демалып су ішіп ал. Артымнан ер. Уфа, жаяу жүріп шаршап кеттік қой. Жарайды, Супермен, үйге кір. Сенің ешқандай супер күшің жоқ екеніне толық көзім жетті. Енді тыныш отыр, жарай ма? Мен сәл демалайын. Сен өте баяу жүгіреді екенсің, кәдімгі тасбақа сияқтысың. Ал мына үйің тым кішкентай, нағыз нубиктің үйі ғой. Маған мүлдем сыймай тұр. Не ет? Сен не деп кеттің? Мені тасбақа дедің бе? Ал менің әдемі, қызғылт иімді нубиктің үйі дейсің бе? Мәссаған, мына Супермен құтырып кеткен ба өзі? Мен саған өте қатты ренжідім, Супермен. Маған сен сияқты мақтаншақтар керек емес. Менің үйімнен тез арада шығып кет. Көзем көрінбе. Ренза, кешірші мені. Мына гүл сен үшін. Менің әйелім болшы, маған тұрмысқа шықшы. Мәссаған, сен не істеп тұрсың? Маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасап гүл беріп тұрсың ба? Жаңа ғана ренжітіп, енді менің әйелім болғанымды қалайсың ба? Ойбай, достар, мынау нағыз шок қой. Тыңда, Супермен. Сен гүл беріп кешірім сұрасаң да, мен әлі ренжулімін. Маған сен сияқты ұша алмайтын, жүгіре алмайтын, және қыздарды ренжітетін Супермен керек емес. Егер менің келісімімді алғың келсе, алдымен өз планетаңа барып, Брукхейвенде ұша алатын супер күшіңді қайтарып ал. Сосын мені ренжітпейтін болып қайта кел, жарай ма? Ал қазірше мен келіспеймін. Кет бұл жерден. Жарайды, Ренза. Мен өз планетама ғарышқа ұшып кетемін. Ой, тоқта, мен Брукхейвенде ұша алмаймын ғой, жаяу кетемін. Жүгіріп кетемін. Бірақ мен бәрібір нағыз супер күшімді қайтарып, сен үшін ораламын. Мені күт. Әйтеуір құтылдым ау. Достар, Супермен келесі серияда өз күшін қайтара алады ма? Ол менімен татуласу үшін не істейді? Келесі бөлімді өткізіп алмасы үшін міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Комментарийге өз ойларыңызды жазыңыздар. Пока-пока.